Айсұлу, Айсұлу, лор врачқа барып емден. Қылышбек, не үшін келдің? Мен қолым бос емес. Қолыңды үйде таста да, өзің шық қыдырып қойдайықшы. Умаш, мен аффирмация жасап отырмын. Чё за хуйня ол аффирмация деген? Сен өмір осы боқтап сөйлейсің, ана жол Дайсон туралы тоже өйстіп айтқансың маған. Ол Дайсон реально қымбат хуйня ғой. Немене білем мына аффирмация деген? Аффирмация деген ол позитивті ойлау, позитивті өзіңді настраивать ету. Мысалы қара, мен әдемімін, мен арықпын, мен әдемімін, мен арықпын, көр ба? Сонда че өз-өзіңе өтірік айту деген сөз ба аффирмация деген? Қылышбек, Қумаш, қазір бәрі аффирмация жасап жүр. Қара, мысалы сен бай болғың келсе, мен баймын деп көп айту керек. Менде 27 мың теңгем бар. Менде 27 мың теңгем бар. Не істеп тұрсың? Аффирмация жасап тұрмын да, кредит төлейтін 27 мың теңге болмай тұр ғой. Дұрыс, скоро болады. Сен бүйтші, сен маған лучше сол 27 мың теңгені пока бере тұршы, ана аффирмация болғанша. Менің бай ақшасы көп жігітім бар. Менің бай ақшасы көп жігітім бар. Менің бай ақшасы көп жігітім бар. Айсұлу, мына аффирмацияң ше, таза хуйня. Давай. Қылышбек, ладно, 27 мыңды өзім беремін. Тоқта, Қылышбек кетпес, Қылышбек тоқтайға шығар. Ромален